Так ё-моё, атсай, не қарап тұрсың? Мыналар дым ойнап білмейді, ё-моё. Так, мен мына жерден тапорымды алып барып ағаш жинап келейінші, әйтсем деген деген суып кетті. Жалпы айтқанда ертеңге оның арғы күні бір қар жауады дейді ғой, сондықтан да ертерек дайындалып қояйық. Қазір ағаштар жинап алайын бір көбірек қылып. Кеше деген мына көрші житель деген вообще ұйқы бермеді ғой. Не істейді енді осы жителдер түннің бір уақытында 1:30 қойшы түн. Әлі жоқ, 1:30 емес, 3 ба сондай, короче, түннің уақыты, короче. Сосын бірдеңе тақылдатып жатыр, дым түсінбей жатыр қой. Ұйқы бермейді, дым да ұйқы бермей қойды. Әйтеуір түнмен бірдеңе істеп те отырады осы жителдердің барлығы ше. Осы жителдер түсінбеймін, қайсысын түсіне алмай қойдым ше. Әдейі істей ма адамға ұйқы бермеу үшін? Әйтеуір бірдеңелерді даладан тасып, жер қазып, тас қасып, білмеймін, бір уақытта бір терезесінен қарап көрдім, енді үйі деген ойбай шашылып жатыр ғой, үйі деген шашылып кәдімгідей. Сондықтан да қазір кішкене ұйқым келіп тұр. Енді қазір мына жерден осы бір ағашты алып алайық. Болды, осы ағаш алғанымда жетіп қалар. Енді осы жетпесе білмеймін, енді 42 ағаш. Үште менің үйім кішкентай ғана, бір 2 күнге ма жетіп қалуы мүмкін. 2 күннен кейін қар еріп кетеді деген ойдан бізде деген. Қар жауады, азанда жауады, кешке еріп кетеді, болмаса 1-2 күн тұрады, болды, бітті. Одан кейін дым болмайды ол қар деген. Ал енді мына жерден енді біз өзіміздің огородымызды тазалап тастайық. Огород деген кәдімгідей өсіп кетіпті ғой. Тазалап тастайық, барлығын. Мынау ғана өспей қапты да. Бой ешкенде ма сондай де ойнайтам. Класс ештеңе жіктер ойнап Так, мынам барлығын егіп тастайық орын-орнына. Мына жақты да алып тастау керек қазір. Бүгін сол бір жителдің үйін бір тінтіп көреміз ба деп қоямыз. Кеше әйтеуір таңғы 6-ға бірдеңе істеді. Енді істеген бір көрмедік па бүгін. Сіздерге де бір контент болады, или көреміз. Енді біреудің үйіне рұқсат кіруге болмайды. Бірақ сіздерге контент, маған да қызық болып тұр, сіздерге де қызық болып тұр. Кіріп көру керек енді. Бірақ ойланып көреміз, біреудің үйіне кіруге болмайды дегендей ғой, короче. Оны енді ойлана жатармыз енді. Бірақ та мен өте қатты кіргім келіп жатыр енді. Бірақ қазір кіруге тырысамыз, бірақ қазір үйінде житель болмаса кіруге тырысам. Короче, солай. Маған жаман қатты қызық болып тұр. Түнімен таңғы 6-ға не істеді деген, ё-моё. Вообще ұйқы болмады да менде. Таңғы 6-ға дейін мен оттым, енді таңғы 6-ға дейін отқан жоқпын, бірақ таңғы 6-ға да тұрдым ұйқыдан. Сосын оттым, енді қандай видео түсірсем екен енді. Сосын осы видео маған идеяма келіп тұр енді. Осы жителдің тінтіп көрем деген идея келді. Ал енді дәл қазір біз енді тінтіп көретін боламыз үйін. Бірақ та бізге ұсталып қалмау керек ол жителгеше. Ұсталып қалсақ енді қора, бұл жител деген бәле қор енді. Сразу айтқанда андай жазып тастайды ол, заявление жазады. Жаңбыр жауып кетті, тез барып үйге кірейік. Сосын үйге кіріп сәл-пәл күтіп тұрайық, ғана жителдің кетіп қалған. Қазір жител үйінде мен бағана көргенмін жұмыс істеп отқан. Сол баяғы жұмыстан істеп отты, короче, огород тазалап деген сияқты. Онда мына жақта мен өзімнің телефонымды алып алайын да. Мына жақта отыра тұрайық, енді сәл телефон шұқылап. Так, енді мына ноутбукты өшіріп қояйық. Так, достар, ана жител бағана кетіп қалды. Менің үйіме қарайлай тұр еді. Бірақ та үйімнің ішіне кірме деді. Ал енді мына жерден қылышпен кирканы алып алайық. Қазір керек болып қалды мүмкін. Так, ал енді үйіне кірейік. Так, үйінде по-любому бұның ішінде ешкім жоқ, кетмеген. Кетіп қапты. Ал енді аяқтан да бір көре салайық. Так, в общем, достар, мен мына жерден тапырды ала салайын деп шештім. Ал енді кеттік, енді кіретін боламыз үйіне. Мені қатты қызықтырып тұр, короче айтқанда, нағып бір сөз, ана жерде что-то уже подозрение ұстап тұр мен мына жерде. Тек бір ғана кілемше тұр. Так, жан жақты көрейік, ешкім жоқ па, төбесі жоқ. Мынаның үйі деген әдемі екен. Таңғы 12 болып жатыр. Так, мынау неғып бір өстір екен. Так, секірейік. Так, что-то ағаштың дауысы естіліп тұр жүрген сайын.
Так. Опа-но. Ұсталдың ба бәлем жетел. Мынау неғып бұндай қойды екен. Так, астына түсіп көрейік енді. Так. Мынаяқтан, так. Қоятырындар. Мынаяқта. Ойбай. Ё-моё, мынаяқта. Не саты жоқ екен ғой. Ё-ма, сатын ұмытып кетіппін ғой мен. Блин, жауап ашала дегеніміз ғой. Ё-ма. Ё-моё. Мынаяқта ебай адамның сүйегі жатыр мына адамның сүйегі. Ё-моё. Ойыншықтар неғып тұр мына жерде. Ё-моё. Тоқта, Олжас, қорықпа. Олжас, сен батылсың, әрі мықтысың, қорықпа Олжас. Так, мына мынау сынып қалды ғой жота. Так, жарайды, ештеңе етпес. Мына жақта адамның сүйектері жатыр ғой. Ё-моё. Ана бас түсіп қалған, қол түсіп қалған. Не істесе болады. Қорқып тұрмын жота. Алтындарға дейін бар екен, алтындарды алып алайық. Қоп, так, алтынды алып алайық тағы да. Мынаны алып алайық. Қолмен ала салайық. Все болды. Так, мынаның ішінде бір кітап жатыр екен, книга. Так, мұның ішінде білмеймін не жазып тұрған. Кейінірек оқимыз. Мына жақта адамның сүйегі жатыр. Басы түсіп қалған ғой. Мыналар деген қанша уақыт бұл жерде. Жетел, бұл біздің жетел, менің көршім. Жауыз адам болып шықты ма сонда. Қалай араласып жүргенмін. Мен өз-өзіме таң қалыптым. Жалпы қалай бұл. Так, мынаның ішін оқып көрейік ал. Бұл жерде бізді қинап ұстады. Бұл Майнкрафт әлемінде өлтіру мүмкін емес құбыжық бар. Ол тек бір өзі, ал біз көппіз, бірақ оны өлтіре алмаймыз. Так, айт, не жазған ерге? Не жазғанды қоям, қандай құбыжықты айтып тұр бұл жерде? Сонда бұл жетелді қалай жемеген ол құбыжық? Сол менде бір сұрақ пайда болды, короче. Ол құбыжық жетелді жемей қалай аларды түрмеге ұсталған, мысалы, қарыңдар. Ұзақ уақыт бойы алы түрмеге ұстаған. Ал ол жетелді қалай ол тұтқында ұстамаған бұл жерді? Білейін, түсінбедім жота мен. Қызықты сұрақ қойды болдым ғой өз-өзіме. Так, жүрейді, үстіне қалай шығамыз енді? Үстіне қазір кирканы алғам дұрыс бопты, жалпы айтқанда. Аяқтан тастардың бір көп мөлшерде тастар алып, оны үстіге шығатын боламыз қайтадан. Ё-моё. Так, достар, мінекі осы 16 ағаш деп бұл тастардың барлығы жетіп болар. Ал енді астыға, үстіге жайлап мінегенде. Так, мына жерге блок қойылынбай жатыр. Мынаны сындырып тастаймыз. Так, қой отырш, артта жота. Олжас, не істеп жүрсің бұл жерде? Мен саған кірмейді. Достар, қаштық достарына бізді көріп қайт. Қаштық. Маяның құпиясын біз біліп алып уже. Мынау негізінен жауыз жетел екен. Барлығын ес жауып тастайық. Қазір үйіме келіп мені өлтіріп кетіп жүрмесін. Мені құбыжығымен бірге келіп айып кетпесін. Қазір өлтіріп, пышақтап қысып сондай қылып тастамасын. Так, мына жерден ноутбукты ала тұрайық та, мына тасты қояйық. Жалпы болып қалар енді осы. Ана құбыжығымен келіп мені өлтіріп кетсе, мен ана жетелге точно заявление жазасың ол кезде. Так, мына сандыққа өзіміздің заттарымызды салып қояйық. Бірақ та маған қызық болды. Жетелге ұсталып қалғанымыз бірақ болмады. Негізінде тастардың барлығын алып тастай салайық. Тастар жота біртүрлі вид болып тұр ма? Менде вид деген енді әдем болып тұру керек қой. Енді красавчик балаға деп қоясың. Конкретно де. Короче, барлығын алып тастаймыз. Сандыққа қайтадан салып қояйық. Достар, бірақ мынау енді бізге қызық болды. Қылышты қолымызға ұстап алып, не істей берейік? Ұйықтай берейік. Айтсам кеше деген вообще ұйқы болмады. Телефон шықлап отырып қазір мен тем более ұйықтап қаламын.